Келесі сұрағымыз не оқимыз және қалай оқимыз деген осы екі маңызды нәрсе болып тұр. Адамдар енді ілім хал дедіңіз, өзінің халіне қатысты нәрсе дедіңіз. Осы жерде бір кеңірек ашып кетсеңіз осы тақырыпты. Нәтижесінде білім парыз екенін білгеннен кейін, ғылым халды қай уақытта бізге не қажет екенін үйренгеннен кейін жіктеп бөлгенде дұрыс болады. Бір әу бастан өзіміздің қайнар бұлағымыздан сусындау парыз болады. Өзіміздің қайнар бұлақта деген кезде біз мұсылман халқымыз, бала кезімізден альхамдулилля әлмисақтан бері мұсылманбызды өткенбіз. Мұсылмандық бір қайнар бұлақтан сусындау керек. Адам негізі өз ақылы мен жүрегін Алланың Құран және сүннет деген нұрымен толтырып, қалыптастырып, мұсылманшылық әдепті қалыптастырғаннан кейін басқа білімдерге көшсе болады. Олай болса, бірінші шарт адам өз қайнар бұлағы шариғи деңгейдегі фундаменталдық негізгі жүрек пен ақылды қанағаттандыратын иманның шарттары, 5 парыз сияқты негізгі білімдерді оқу міндет болады. Әр мұсылманға міндет бұл парыз. Сұраламыз. Алла бізден сұраған кезде де осы мәселені де сұрайды. Қиямет күні алғашқы сұралатын қатарда не? Бұл намаз мәселесі. Яғни балағатқа жеткен кезде әрбір саналы, ақыл есі дұрыс адамға ибадат парыз болады, ол намаз. Олай болса, бірінші біз шариғи негізгі білімдерімізді үйрену міндет болады. Келесі деңгейде тек енді шариғат деп азаннан кешке дейін мешіттен шықпай қоятын бір заман емес. Заман кең. Дүние дамып жатыр, ілім дамып жатыр. Шамамен айтсақ, жылына бір 150-200 жаңа ілім ашылып жатыр қазір. Ілімнің түрлері ашылып жатыр. Нейрохирургия болсын, IT саласында болсын, жаңа ілімдер ашылып жатыр. Оны не істейміз? Екінші шартта Алла тағаланың әлем деген кітабын зерттеу парызы болады. Бұл енді жалпылама айтқан кезде бөлсек, әрбір факультативті, әрбір адам қай өзінің тәбетіне, өз қалауына сай, қызығушылығына сай түскен болса, соны оқу парыз болады. Мысалы айтайын, сіз тілші ретінде болған болсаңыз, өз шариғат деңгейіңізді білесіз. Кейін журналистикаға қатысты, ол дикция саласы болсын, жестикуляция болсын, мимика болсын, өз салана қатысты ілімдерді зерттеу парыз болады. Дүниені оқу деген осы. Біреу медицина саласы болса, архитектура болса, әркім өз саласын жетік меңгеру парыз болады. Осы арада үшінші мәселені қосайық, бұл әдебиет саласы. Қалай болса да, қазір қоғамда белгілі деңгейде теріс бағыттар деп жатырық, басқа ағымдар деп жатырық. Әрқайсына сақтап қалатын универсалдық бір мәселе бар. Ол да білім, ең мықты иммунитет ол білім, және де қазақи бір салт дәстүр. Осында өзіміздің қайнар бұлағымыз, дүние замандағы дамып жатқан ілімдерді екінші деңгейде, үшінші деңгейде өзіміздің салт дәстүрімізді, мақал мәтелімізді, тілімізді оқу парыз болады. Себебі Алла тағала Құранда дейді: "Ваджаалнакум шуубан ва қабаиля литаарафу". Адамдар біз сендерді ұлт-ұлтқа, топ-топқа бөлдік. Неғып? Бір-бірімен танысу үшін. Танысып диалог болу үшін. Өзара алыс-беріс болу үшін. Қарым-қатынасқа түсу үшін. Енді бір-бірімізбен танысқан кезде не дейміз? Мен есім Рауан, мен Қазақстаннанмын. Біздің салт дәстүріміз бәленше, біздің тіліміз қазақ тілі, бізде мынандай дәстүр бар, біздің дініміз ислам дегенде, валютамыз теңге дегенде, астанамыз Астана. Яғни таныстыру бабына. Осы арада өте маңызды әркімге Алла берген потенциалын білу. Алла қаласа бәрімізді бір ұлт жаратар еді. Тек әрқайсымызды ұлт-ұлтқа бөлді. Олай болса, Алла кімді қандай ұлтқа бөліп жаратқан болса, әр адам міндетті сол ұлттың тілін білуге, ділін білуге, дінін білуге, салт дәстүрін білуге, мақал мәтелін білуге. Бұның барлығы біздің ұлтты басқалардан ерекшелеген мәселе. Олай болса, түйіндейтін болсақ, біріншісі өзіміздің қайнар бұлағымыз Құран сүннет, шариғаттан негізгі нәрсемізді үйренеміз. Екінші деңгейде жаратылыс кітабын. Ол бүткіл дамып жатқан ілімдермен қосып, кім қандай салада оқыған болса, соны зерттеуге болады. Және де басқа бір теріс ағымдарға ең мықты иммунитет ретінде қалыптастыратын, ең мықты иммунитет ретінде саналатын, ол біздің салт дәстүріміз. Ата әжесінен тәрбие көрген адам мұртын балта шапса, теріс жолға бармайды. Ол қазақи бір тәрбие болды. Өйткені қазақи тәрбие 100% шариғаттық бір деңгейде. Оны теріс жолда деп айта алмайсың. Олай болса, қазіргі таңда өзіміздің салт дәстүрімізді, үшінші деңгейде әдебиетімізді, классик жазушыларымызды оқу міндет болады. Енді осы арадан және бір сұрақ туындайды. Бұл келесі бап. Қалай оқимыз? Өйткені білім ол белгілі деңгейде бір құнды жаратылыс екен. Алланың ең қымбат нығмет екен. Не бәрімізге ол келе қамады. Оның белгілі шарттары бар.
Ислам дінінде имам Шафидің ұстазы болған Ваки' деген. Ол өз уақытысында мынандай бір өлең жолын қалдырып кетеді. Имам Шафи шағымданып барған кезде: «Иннамал илму нуруллахи ва нуруллахи ла юхтали аси». Шынында білім, ақиқат ол Алланың бір есімі, Алланың нұры дейді. Енді Алланың есімі. Ол дейді, әдепсіз бен күнәһарға бармайды дейді. Олай болса, білімде ең бірінші шарт ниет деген болсақ, Құдай үшін, біреудің аузын жабу үшін, біреуден үстем болу үшін емес, Алла разы болсын зерттеп халыққа пайдасы келсін деген ниет болады. Екінші деңгейде әдептілік. Өйткені Алланың таза нұры әдепсізге қонбайды. Осы арада бір қызық бір процесс бар. Ол мынандай мәселе. Білім алу үшін әдептілік керек болған болса, енді үлкен ғалымдарды анасы мешітке әкелген кезде айтады ғой, пәленше ұстазды көріп тұрсың ба, одан бірінші әдебін үйрен дейді. Әдебін үйренгеннен кейін барып білімін ал дейді. Қалай болса да бірінші әдеп керек. Алайда осы арада білім де бір мақсат ретінде қалыптаспау керек. Білім ол құрал ретінде қарау керекпіз. Егер білімді мақсат десек қателесеміз. Онда білімге жеткен болсақ, белгілі бір топ мағлұматқа жеткен болсақ, тәкаппарлана бастаймыз. Теріс бағытқа түсе бастаймыз. Сол себептен білім негізінде құрал, ол да нәтижесі адамды тәрбиелеу. Алма піскенде бұтақтар не еді ғой? Білім де сондай. Адамға сіңген сайын, адамды артқан сайын, жүрегін нұрландырған сайын, адамда кішіпейілдікке иіле бастайды. Олай болса, білім алу үшін әдеп керек, білім де өз кезегінде құрал ретінде оның мақсаты не? Адамды тәрбиелеу, көркем мінезділікке, ихсанға, халыққа пайдалы болуына. Яғни бұл екі процестің өзінің тепе-теңдігі бар. Әдепсізге білім қонбаса да, білімді алған адам да нәтижесінде әдепті болу керек. Егер болмады ма, ол білімде қауіп бар. Жаңағы жоғарыда Ерболат мырза айтқандай, пышақты қолдану мәселесі сияқты. Ол білімін теріс жолға қолдана бастауға ықтималы бар. Немесе ол адамды ет, алайда теріске, бір тәкаппарлыққа ет. Біз баршамызға белгілі бір хадис бар, ол да кімнің жүрегінде шаң тозаңдай тәкаппарлық болса, жәннат несін сезбейді. Бұл үлкен бір қауіп. Негізінде тозаққа алғашқы түсетіндер де ғалымдар ғой, рияқор. Негізі білім ол жаңағы жоғарыда айтқандай бір құрал, бұл мақсат емес. Оны қолдануға байланысты. Оны дұрыс бағытта қолдансақ қана, дұрыс пайдалы бір Аллаға апарады, халыққа бір пайдалы жағын алып келеді. Тек бұл үшін де бір шарт бар, әдептілік керек. Яғни білімді қалай оқимыз десек, бір ықылас ниет керек. Алланың разылығы, халыққа пайдалысы. Екіншісі әдептілік керек. Өйткені күнәһар мен әдепсіз адамға білім қонбайды. Ол Алланың пәк нұры. Үшіншіден үнемділік керек. Яғни бүгін бір бет оқып, бір айдан кейін жарты кітап оқып, олай болмайды. Білім ол әрдайым пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям мына хадисіне бір амал еткен болып саналады. Ең Аллаға жағымды амал аз болса да дайым болған. Тұрақты болған. Тұрақтылық. Бұл бүткіл амалымызда бар. Бұл білімде де шарт. Демек білім шарты әуелгісі әдептілік болса, одан кейінгісі тұрақтылық керек. Өйткені білімде демалыс жоқ. Адам күнделікті не дамиды, не артқа кетеді. Ортада тұрмайды. Сол себептен мүмкін болса, адам күніне жоқ деген кезде, бала шағасы бар адам жоқ дегенде жарты сағат оқу керек. Студенттер әрине көбірек оқиды. Бұл енді өз дүниені етіп жүрген, өз қамын ойлап жүрген, халал рызқын іздеп жүрген адамдарға жоқ дегенде жарты сағат. Негізі солай бастап кейін өсіру керек. Қалай болса да білім ол үнемділікті талап етеді. Келесі шарт, төртіншісі, ол толық берілу. Толық берілу. Ол былай, қазіргі таңда енді бір қолда ұялы телефон, бір қолда кітап оқып отырып, мұнан келген хаттар олай болмайды. Оқисың ба, айту керек, кітап, мен саған толық беремін, сен де маған ашыласың деу керек. Тек ойымызды, ішкі сезімдеріміздің бәрі сол кітапте болған нұрды, рухты, терең мағынаны, екінші пландағы мағынаны түсінуге бағытталу керек. Егер жарты ойымыз ан жақта болса, онда толық бермеген болып саналамыз. Біріншіден осылай қабылдау керекпіз. Екіншіден, толық берілу ол студенттерге қатысты. Қалай болса да тек қана сабақ уақытында оқыдым, басқа уақытта кітапке жоламаймын деген ол да бір қате пікір. Өйткені студент ол оқу үшін жүр. Ол да өз өмірін, уақытын, тәуліктегі белгілі демалысы мен ғибадатынан бөлек уақытын білімге арнау керек. Ол да толық берілу болып саналады. Осы арада және келесі мәселе, бесінші мәселе туындайды. Ал толық берілген кезде
білім жолында адам бір нәрсе пида ету керек. Студент болса өзі әке шешесінен кетеді, өзі үйреніп қалған үйінен кетеді, бөтен қалаға барып сабақ оқиды. Бұл бір білім жолында пида ету. Өйткені ислам тарихын қарайтын болсақ, үлкен ғұламалардың бәрі Басра болсын, Куфа болсын, Мысыр болсын, бәрін айланып, Хорасан болсын, Бұхара болсын, хижрет етіп жүрген болған. Сапар шегу білім жолында. Яғни пида етесің, өзің үйреніп қалған рахат өмірінен шығасың. Комфорт зонадан шығасың. Зона комфортадан шығасың. Басқаша болмайды. Әйтпесе білім айтады, сен не істедің дейді. Төсекте жатсың. Қарның тоқ. Ештеңе пида еткен жоқсың. Онда білім де айтады, мен де саған ашылмаймын дейді. Белгілі деңгейде адам деген пида ету керек. Уақытын, өзі бір рахаттық өмірін пида етеді. Сол кезде білім бәлки кішкене есігін ашады. Толық ашады деген де шарт емес, мәселе емес. Яғни бәлки кішкене ашады. Сол бір иісін иіскетуі мүмкін да сол кезде. Вот сол иісті сезу, осы ықыласпен, ниетпен, әдептілікпен, үнемділікпен, толық берілуімізбен және де өмірімізде белгілі деңгейде пида еткен болсақ, ол кезде білім де беті бері қарай өзімізде. Осы арада енді қазіргі заманға қатысты бір кеңес өзі келіп тұр, айта кетейік. Мүмкін болса әр адам өзінің тапқан табысынан не 5, не 10%-ын өзін дамытуға жұмсау керек. Бұл да өзінің бір пидасы болып саналады. Ол кітап сатып алу бола ма, белгілі курстарға қатысу бола ма. Қалай болса да адам мүмкін болса өзі тапқан табысы бар, белгілі мөлшерін өзіне қою керек. Өзін жетілдіруге, өзін ары дамытуға, өз бала-шағаларын оқытуға. Өйткені баланы да өзімізді де дәлірек айтсақ, баланы өз заманымызға кері тартпау керекпіз. Баланы солардың заманына сай тәрбиелеу керекпіз. Алайда заман дамып жатыр, ілім дамып жатыр, балалардың да IQ деңгейі дамып жатыр. Ата-ана қалып деген мәселе емес, ата-ана да алдыда жүру керек. Қалай болса да біз өзімізді қамшылап даму керекпіз. Бұнда не істеу керек? Өз тапқан табысымыздан белгілі пайызын, 10% болсын, ол өзімізді дамытуға, білім жолына бекітіп тұрған болсақ, бұл да бір нәрсені пида ету деп саналады. Рауан мырза, айтқаныңызға көп рахмет. Көп ақпаратпен сусындандық. Енді Ерболат мырза, осы айтылған тақырыптарды бір өзіңіз қорытындыласаңыз сұхбатымыздың соңында. Адам баласының негізі жаратылысын, өзінің жаратылыс мақсатын білсе, не үшін жаратылғанын білсе, әрине ізденеді, білімге қарай жүгіреді. Негізі Аллаху Тағала еш әбес нәрсе жаратпаған. Бүкіл жаратылысын қарап отырсаңыздар, өз мақсатына қарай ұмтылады. Әшейін бір ағашты сындырып кетсеңіз, ол басқа бір жағынан бір бұтақ шығарады, жеміс беруге тырысады. Мысалы, көп кісілерден сұраймын, мен бұл ағаш не үшін тұр, құламай. Біреу бақшасынан мысалы ағаш егетін болса, алма ағашын егетін болса, алмұрт егетін болса, айтам, бұл ағашыңыз не үшін тұр? Көп айтады, бұл тамыры дейді да, топырақта тамыры тұр, сол ұстап тұр, ағашты құлатпай дейді. Негізі ол материалдық көзқараста солай қарап тұр. Оны ұстап тұрған негізі жемісі. Оны сіз неге кесіп тастамайсыз ол ағашты? Неге? Өйткені ол алма береді, жеміс береді. Оны неге кесіп тастамайсыз? Ол алмұрт береді. Сол сияқты адам да өзінің жемісін беру керек. Қандай жеміс беру үшін жаратылды, сондай жемісті беру керек. Сол кезде ол аяқта тұрады. Ал жемісін бермесе, Алланың алдында бір отыннан басқа ешқандай несі жоқ. Әуел кейбір қауымдар айтады ғой, білімсіз адаммен тезекті салыстыра алмайсың дейді. Тезек одан жоғары тұрады дейді. Өйткені кепкен тезекті апарып отқа тастасаң, ол жанат дейді. Ал бұл білімсіз адамды не мында қолдана алмайсың, не мында қолдана алмайсың. Сол үшін адам өзінің жаратылысын, мақсатын, не үшін жаратылғанын, басқа жаратылыстардың үстемдіктерін, Аллахтың өзіне берген мүмкіндіктерін бұны нығмет ретінде сезінетін болса, жетістікке жетеді деп ойлаймын. Сіздерге көп рахмет, осындай сұхбат беріп, ойларыңызбен бөліскендеріңізге. Енді бәріміз білгендей, білім алу үшін ең әуелі керек нәрсе ол әдеп екен. Жаңағы Әл-Фараби бабамыз айтқан сияқты, әдеп салынған білім адамзаттың қас жауы деген екен. Сол себепте ең әуелі әдеппен, одан кейін дұрыс білім алу бәрімізге міндетті екен. Көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.